Сәлем достар, сіздермен Асия. Жылы сүтпен піскен кезде жұп-жұмсақ пышный болып шығатын панкейкилер дайындаймыз. Менімен бірге жасаңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Алдымен табамызға бір жұмыртқаны жарып саламыз. Одан соң үстіне 5 ас қасық қант салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған жылы сүтті құйып араластырамыз. Жарты шай қасық разрыхительді ұнның үстіне қосып, ұнмен бірге араластырамыз. Сұйық массаның үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп қоса отырып араластырамыз. Массамыз біркелкі болып араласқаннан соң ерітілген сары майды қосамыз. Табамызды қыздырып, газдың орташа отында құрғақ табада панкейкидің екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Қалауларыңыз бойынша балмен немесе вареньемен ұсынсаңыздар болады. Осы рецептпен панкейкилер жасап, балапандарыңызды қуантыңыздар. Бұл видео сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.